Assalamualaikum көрермендер. Біздің басты мақсат еліміздің әрбір өңірінде жатқан азулы қазақты мақтанышты төбеттер жайлы айтамыз. Бұл төбеттер жайлы айтатын болсақ, бұл төбеттерді біз насихаттап, бұлардың елерінің дәрежесін көтеріп, осы төбеттер жайлы осы арнамызда айтатын боламыз. Қазақтың бағы үшін сақтан алашым, иманың жиғанын байқа аңғалым. Жат жанашырды, досылар жаманды, әзәзіл аярлар бар, айырар аранды. Сөздеріңді сізге қонақта келдік. Қош келдіңдер. Сіздің питомнигіңіздің атын айтып берсеңіз. Біздегі питомник Таймас. Мен Таймас деген едім болған Қырғызстанға барып, Қырғызстанның мықты финалда тұрған чемпионы. Қою үшінде тонында арын сатқан құлданған санасы, ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың? Мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Сапархан аға, итке деген қызығушылығыңыз қашаннан бері пайда болды? Итке деген қызығушылық менде кішкентай кезімнен басталды. Мен 12 жасымнан сол итке қызығам өзім. Жылқы қорада өскем, малдың арасында өстік қой өзіміз. Ит болды. Сол иттерді жетектеп, әйтеуір итке қызығып өскен соң қазір мына итті енді ақыр қызыққан соң бір нәрсенің ақырына жету керек қой. Соны қазақтың төбетін дамытып, мықты қылып, әр әлемге танытсақ деп, өйстіп, ринг ашып, жаңа тестовый испытания істеп, иттерді тексеріп, баптап дайындап жатырық, Аллаға шүкір. Менің естуімше сіздің үйіңізде тек қарабастың линиясы бар дейді. Сол жайлы айтып берсеңіз. Өйткені бұл әркім өзі қызығатын линия бағады. Біреулер қайтпас, кейін мойнақ дейді, пират дейді, әртүрлі мықты иттер бар мысал үшін. Мен бәрін бақып көрдім. Просто маған өзіме ұнаған осы қарабастың линиясы. Қазіргі мына заманға бұлар үлкен 80 кило, 70 килоны ояқ бұяғы біріншіден. Екіншіден, бұлардың функционалықсы мықты. Көпке шыдайды төбелескенде. Үшіншіден, бұл қарабай деген ол историяда ондай болмаған. Бекболат ағамыз нейді Түлкібастағы. Ол историяда ондай болмаған. СНГ-де бір тестілеу испытанияда екеуі де бір машина ұтып алып бірінші орын алған. Мен сол иттердің линиясын бағам, өзіме ұнайды. Менде 100% қорада бәрі сол қарабастың линиясы. Аға, осы төбет жайлы өзіңіздің ойыңызды айтып берсеңіз. Мынау төбет қаяқтан алдыңыз, қалай келді сізге бұл? Және қанша жасар бұл төбет? Бұл төбет қазір ровно 1 жасар болды. Бұл төбетті маған Атқанбек ағамыз сыйлаған 6 айлық күшік кезінен. Бұл қарабастың баласы, сарыбастың баласы. Салмағы 90 кило, холкі 90-91, 110-120 килолық ит болады иншалла, Құдай қаласа. Қазіргі таңда күшік қой, да? Қазіргі таңда күшік 1 жасар. Бұлар төбелеспейді, 1 жылдан кейін жайлап тексеріп шығарамыз. Қазір только бұлар бағамыз, тамақ береміз, тәрбиелейміз, қараймыз. Кел, берген. Әй, Максимус, красавчик, красавчик. Молодец, молодец. Міне мына төбеттің аты Спартак. Мына Максимустың ұяласы. Бұл да 1 жасар, бірақ бұның салмағы 70 килограмм, одан төмен. Құдай қаласа екеуін шығарамыз. Әй, молодец, Спартак. Қазір тағы да төбеттер бар, қазір сояққа барамыз. Құдай қаласа Қазақстанда төбет көп, мықты төбеттер. Аға, мұны қой төбеттің аты қандай? Бұл төбеттің аты Қарабай. Бұның бабасының аты Қарабас. Бұның әкесі қазір финалда тұр. СНГ-да, тестілеуде, испытанияда. Қарабас деген. Сол Қарабастың баласы. Бұл төбет жайлы, төбеттердің мінез жайлы айтып берсеңіз аға. Төбеттердің мінезі, міне бұлар вообще адам қаппайды. Үйде бала шағам жүреді, қыздарым жүреді. Вообще агрессия жоқ адамға. Мына төбет 1,5 жасар, биыл Құдай қаласа молодежкеге тестілеуге қосамыз. Бағын сынап көреді биыл. Ал үйдегі ұл қыздарыңыздың ойы қандай төбетке деген? Жақсы, міне бош жүр, иттердің бәрі есік алда бош жүреді. Ешқайсына тиіспейді, ойнайды осы иттермен. Біздің төбеттердің қасиеті кішкентай балаға тимейді ғой, малға.
өзіңе дәруің болсам деп бұл отты қуатты шыңыңа қонса ерлер қырандай мұратты. Аға, үйіңіздегі ит төбеттерді көрдік. Ал мынау осы питомнигіңіздегі мынау төбеттер жайлы айтып берсеңіз енді өзіңіз. Міне мына төбет жаңағы біздің үйде көрген төбеттердің ұяласы бірге туылған. Бұл да бір жасар ма? Бұл да бір жасар, салмағы 82-83 килограмм. Бұларды қазір өзіңіз қалай ұрғашыға өзіңіз қойып алып жатсыз ба қаншықтан? Қазір бұлар ұрғашқа қойылмайды. Бұлар жаңағыдай, қазір бұлар только бағамыз мына баллонда байлаулы тұрады. Өздерін дайындап, только бағамыз 1 жыл. Келешекте Қазақстанда 90-100 килолық төбеттердің біреуі болады, иншалла, Құдай қаласа. Бұрынғы таңда бұрында иттерді тек қана ең үлкені 62 кило болған дейді. Бұрын 2002-2003 жылдары 62, 63, 65 килолық иттер болған. Бұндай дәуіттер болмаған. Мына ағаларымыздың арқасында, бауырларымыздың, мына Мага деген бауырымыз бар өзіміздің, Чапаевкада тұрады. Сол жігіт Қазақстанға 70% юбка үлес қосқан ит алып кеп, мықты төбеттерді алып кеп, әр елдің чемпиондарын алып кеп, біздің өзіміздің бұрынғы төбеттермен асылдандырып, осындай үлкен міне күшіктер түсіп жатыр. Бұндай күшіктер бұрын болмаған. 1 жасар күшік 80 кило деген ол өмірі болмаған. Біз өзіміз бұндай төбеттер көрмегенбіз. Міне қазір осы төбеттер, үлкен төбеттердің мына дамуына асылдандырып, осындай үлкен төбеттер шығарып жатыр, Құдай қаласа. Аға, бұл төбет жайлы айтып берсеңіз енді өзіңіз. Міне бұл төбетте мына жаңа бағана үйде көрген төбет, Максимус, Спартак, міне бұл барон, жаңа ғана бос жаңа көргеніміз, сол төбеттің ұяласы бұл да. Бұл да 80 килодан ауыр, бұл да 1 жасар, бәрі жасты. Құдай қаласа осы төбеттен Қарабастың немерелері бұлар. Осыдан қазір өзім 5 еркегін ұстап отырмын. Иншалла көреміз. Бірақ бұлар 100 килодан ауыр иттер болады келешекте. Бұны қай жақтан алып келдіңіз бұл төбетті? Бұл төбетті Тараздан сатып алдым. Күшік кезінде естіп, осындай Қарабастың баласынан туылды деген естіп, сол Тараз қаласынан осы төбеттерді күшік кезде 80 мыңнан 5 еркегін 50 мыңға бір ұрғаш күшігін сатып алдым. Солар өсті, қазір ұрғашысын көреміз, ол да туайын деп тұр, Құдай қаласа. Міне өзіміз кішкентайынан сатып алып, баптап, өсіріп жатыр. Ешкім жақсы итін бермейді. Құдай қаласа үміт бар. Бұл төбеттің есімі Багира. Бұл жақында күшікті болады. Салмағы 80 кило. Сапархан ағамыз осы жерге міне өзіне орын жасатып жатыр екен. Менің ойымша әр қазақтың үйінде осындай бір төбет болу керек деп ойлаймын. Аға, қазіргі таңда бұл тестілеудің маңыздылығы неде? Бұл тестілеудің маңыздылығы біріншіден, бұл ит деген, мына төбет дегеніміз, бізге ата-бабамыз бұрыннан қалған бұл ит 7 қазынан бірі. Ата мұра десек те болады ол. Бізде мысал үшін 5 бармақты алып қойды, қымызды алып қойды патентін. Енді бізде не қалды басқа? Хотя осы мына Түркмения өздерінің төбеттерге ескерткіш орнатқан. Орнатайық демек қойық, просто осы төбеттерді дамытып, көбейтуге мына төбет жоғары жақта ағаларымыз атсалысып көмектессе, елбасы қандай әдемі болар еді. Өткен мына төбет бұрын 2003 жылдары 65-62 килолық иттер бар тұғын. 2003-2004. Супертияздар сондай болған, сондай болған. Ал қазір қарасаңыз, мына 1 жасар күшіктердің 80 кило, 90 килодан. Бұның өзі, уже біз осыншай кішкентай жылдың ішінде біздің төбеттерді мықты қылып, асылдандырып, уже ірілеткеніміз көрініп тұрды. Біздің жетістігіміз. Бұған үлкен үлес қосқан Чапаевкада Мага деген бауырымыз бар. Шетелден қанша иттер алып келді, Пират деген ит алып келді, Бай деген иттерді алып келді, не иттерді алып келді. Бізге Қазақстанға, Шымкентке үлес қосып жатқан сол жігіт, өте үлкен үлес қосқан. Рахмет айтамыз ол жігітке. Ал қазіргі таңда бұл төбеттерді дамыту қалай жүріп жатыр? Қазіргі таңда төбетті дамыту, Аллаға шүкір, ағаларымыздың арқасында қолдан келгенше бәрі ұйымдастырып, тестілеу, асылдандыру дейді. Соны дамыту үшін Алматыда Абдрахаман ағамыз бар, өте үлкен үлес қосып, атсалысып жүр. Сол кісі көп Алматыда, мысал үшін өзім білетін, осы тестілеуге үлес қосып жүрген кісілердің біреуі. Шымкенттен Марат ағамыз бар, Төкеев. Сол ағалармен осы Шымкентте Сабачи бойдан осы тестілеуден старший қылып, қойып,
маған сеніп, жаңа әділ тестілеу өтетініне сеніп, маған сенім артып тапсырған соң, осы қазір төбеттердің арасында, тестілеудің арасында жүрік, иншалла. Қазіргі таңда иттеріңіздің жетістігі бар ма? Қазіргі таңда иттердің жетістігі, қазір мына карантин болып жатыр, иттер қазір тестілеу болып жатқан жоқ қой көп жерде. Ал алдында болған Қырғызстанға барып өтіп келді, Қырғызстанның мықты Аян деген итін, Таймас деген итіммен ұтқам. Мына мен өзім питомник Таймас деп, сол итім бірінші төбетім өзімнің сол иттің атына қойғам. СНГ-ға 2 рет қатыстым, 2 рет 2-ші орын алдым. Оның өзі үлкен жетістік. Жұрттар полуфиналға да жете алмайды. Сол сияқты ғой, ит деген бұл мықты нәрсе түсінген адамға. Қазір көп балдар қалада, жас балдар наркотикпен айналысып кеткен, жаңа скорость дейді, әрден кешегет. Ал мынау ит жетектеген бала жаман болмайды. Ит тәрбиелейді баланы, спортқа тәрбиелейді. Ал иттеріңізді қалай баптайсыздар қазір таңда? Не тамақ бересіздер, қалай тамақтандырасыздар, сол жайлы айтып берсеңіз қазір. Мынау семіз ғой иттеріңіз сол. Бұл иттер дайындау, бұларға уақытылы тамақ әкелеміз, қарын әкелеміз, ет әкелеміз, сүт береміз, күшіктерге творог береміз, жұмыртқа береміз. Итті де мына жылқы ұқсап баптаймыз ғой. Атпен бірге суытамыз оны жүгіртіп. Жұмысы көп қой оның. Просто айтуға оңай, атак төбеттің, мықты төбет бағудың өзі қиын. Қазіргі таңда біз сияқты жастарға не кеңес бересіз? Не кеңес беремін? Құдай қаласа, мынау өздерің мына ат салысып, мына төбеттің атын шығарайық деп қызығып жүрсіңдер. Жетістікке жетіңдер, Құдай қаласа. Мына сендерге үлкен рахмет, осы төбетті дамытып, ел танысын деп, атын шығарайық деп, ат салысып жүргендеріңе Құдай қаласа. Иншалла бәріміз мынау төбетті асылдандыру дейді ғой, тестілеу. Осы жағынан Құдай қаласа Қазақстан төбеттерін мықты екенін әр елге танытайық. Тағы бір жағы, мысалы үшін мына жылқы бағамыз бәріміз, сиыр бағамыз. Ол жылқында мысалы үшін шаппасаң, ол түріне қарап сен оның мықты екенін білмейсің ғой, дұрыс па? Тұяқтарынан білмейсің, оның аттың шабысынан білесің, аяқ алысынан білесің, ол қандай. Мына сиырды да мысалы сауған кезде оның түрінен қарап, мына мықты сиыр екен демейсің ғой, берген сүтіне қарап, сүтінің майлылығына қарап айтасың, дұрыс па? Төбетте солай, мына тестілеу деген солай, бір-бірімен тестілеп тексергенде, ол жерден ешқандай ит өліп, бір ешнәрсе болмайды. Ол жерде судья болады, 3 комиссия болады. Сол комиссияда мына Алашорда қазір тестілеу өтіп жатыр, Құдай қаласа Алматыдан. Ол жерде мен комиссиядан. Ол жерде таза болады, итті ешқандай қинап, неғылмайды. Бәрі кәдімгідей правиламен өтеді. Ит үріп, дауыс берсе, жаңа ит көп қатты жарақат алмасын деп, судьялар болады, 2 судья болады, 3 боковой судья ажыратып алады. Ережелер болады. Ал мынау қазір көп не шығып жатыр, защита животных дейді. Мынау қарсы болып жатыр итті тестілеуге. Мазақ қыласыңдар. Мазақ қыласыңдар. Бұл жерде мазақ емес. Бізде енді Қазақтан мына өзімізден қалдырып кеткен атамұра. Ит 7 қазынан бірі деп бекер айтпаған. Енді біз бұл итті өзіміз көтеріп дамытпасақ, бізге шетелден біреулерге дамытып бермейді ол біздің төбеттер, дұрыс па? Ал ол анада жетіспейтін, ана садист дейме, ондай бүкіл елде жетіп жатыр. Мына иттерді іліп қойып, өртеп, қинап, ұрып, өлтіріп жатқандар, ол заң бар ғой, ол өздері жауап береді заңның алдында. Ал біздің мына тестілеу ол ондай издевательство над животными дегенге вообще жатпайды, ол ақылға сыймайды. Өйткені біз итті өзіміздің бала-шағамызға қалай қараймыз, солай қараймыз. Асын таза ұстаймыз, тамағын береміз, күшігінен өсіреміз, прививкасын салдырамыз, ауырып қалса уколын салдырамыз. Ол ешқандай издевательство над животных деген ол ақылға сиятын нәрсе емес. Бұл егер біз қазір бұл төбетті біз дамытпасақ, ертең ешкім дамытпайды. Өйткені жаңа 5 бармағымызды ақ қойды, қымызымызды ақ қойды, жаңа немістер, француздар, енді қазір төбетімізді алып қойса, бізде не қалады? Атамұра ертең жастарға не қалады деген сияқты ғой. Бізде қазір үлкен жоғары уақытлардан рұқсат бермей жатыр ғой, осы тестілеуге. Солар жайлы айтсаңыз, олардан. Сол айтарымны өзіміздің елбасымызға біріншіден, екіншіден ел ағаларына айтарым. Мынау жылқыны дамытып жатыр, сиырды дамытып жатыр, мынау төбетті де дамытсақ деймін. Өйткені ол жылқыда өзіміздің ата-бабамыз бұрыннан мініп келе жатқан нәрсе. Мына сиырда сүтін ішіп, әйтеуір бала-шағаны бағып күнін көріп жатқан нәрсе. Мына төбетте солай үйді қорғайды, малды қорғайды. Біздің өзіміздің ата-бабамыздан қалған мұра деп білемін төбетті.
Сол үшін мына елбасы ағаларымыз қолдап көмектессе, мына тестілеуді жалғастырып, ары қарай Қазақстанның төбеттерін дамытып күшейтсек, өте жақсы болар еді деп ойлаймын. Сұхбатыңызға рахмет. Тек жетістікке жете беріңіздер аға. Рахмет. Көрермен, біздің каналға тіркеліп, Қазтөбет арнасына лайк басып, бізбен бірге болыңыздар. Жанашыр бауырлар, біздің Қазтөбетті қолдаңыздар.